Бір адамның кім екенін білгің келсе, қолына билік бер. Адам баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де дәл солай кішігірім істен бастау алады. Аяқтан сүрінген тұрып кетер, тілінен сүрінген құрып кетер. Ақылды үйренуді, ақмақ үйретуді сүйер. Өгізді өрге салма, қанатың талар, наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер, дұшпанға шыныңды айтпа, түбіңе жетер. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, грек жаңғағын балға араластырып жей беріңіз. Жұмысты жалқауға тапсыр, сонда өзің үйретеді. Ашу мен істеген іс шығынға душар етеді. Өзгеге иә деп, өзіңе жоқ демейтінге сенімді бол. Бақытты адам кешірімді келеді. Ашулы кезде шешім шығарма. Әрқашан адал, шыншыл болыңыз, сонда өзгелер алдында құрметті боласыз. Есіңізде болсын, сізге берілген уақыт шексіз емес, сондықтан оны ақылмен пайдаланыңыз. Қандай да бір жетістікке жеткіңіз келсе, дәл бүгінгі күннен бастаңыз. Мәселені шешудің ең оңтайлы жолы оған басқа қырынан қарау. Шыда деп айту оңай. Өмір бір-ақ рет беріледі, бірақ бізге берілетін мүмкіндіктер шексіз. Жамандықты бәрі байқайды, ал жақсылықты санаулылар ғана. Ақыл мен білім төбеңді көкке жеткізеді. Жетістікке жетудің 3 құпиясы: басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Өзімшілдік орасан зор кемшілік. Боранды күні берілген уәде, тынық күні ұмыт болады. Адам естіп білгенімен ғана қалыптаспайды. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек оны өзіңізде түсінбегенсіз. Қайғылының көзінше қарқылдап күлме. Қанша асықсаң да, мезгілі жетпей, іс бітпес. Дүние кейде бал сыйлайды, кейде ара боп жағады. Су өзінің өрт сөндіре алатынын білмейді. Дүние тауқыметінен 2 адам құтылар. Біреуі әлі тумаған адам, екіншісі өлген адам. Кім қаласа жол іздейді, қаламаса себеп іздейді. Ештеңеге қарамай үйлен. Жақсы әйел жолықса бақытты боласың. Жаман әйел жолықса философ боласың. Жаманмен жолдас болсаң, көрінгенге күлкі етер. Жақсымен жолдас болсаң, айырылмасқа серт етер. Сыпайы сырын білдірмес. Ажал жетпей, жан шықпас. Жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да, тартпай қоймас. Құм жиналып, тасты болмас, құл жиналып, бас болмас. Ақыл мен арыстан ұстауға болады. Ақылсыз тышқан да торыңа түспес. Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. От түтінсіз болмас, жігіт мінсіз болмас. Атасынан ақыл алса, тентек ұл да түзелер. Еріншекке есікте асу көрінер, жалқауға бұлт та жүк көрінер. Жасында тырысқанның қартайғанда қуанышы көп болар. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі. Ашу қысса, ақылың ғайып болар. Ақмақ адамның мынадай 2 белгісі бар: өзіне пайдасы жоқ нәрсені сөз ету, өзі білмейтін нәрсеге мұрнын тығу. Еріншек ертеңге сенеді, еңбекқор бүгінен нәтиже күтеді. Еріншекке табыс жоқ, сылтауы көп. Еңбек етпегенге нан жоқ, еріншекке арман көп. Еріншектің күні ертеңмен өтеді, ал ертең ешқашан келмейді. Жалқаудың жұмысы аяқталмас, себебі ол басталмас. Еріншекке кедергі өз еркі, еңбекқорға тек белсенділік. Өмір жол емес, таңдау, әр қадамың болашағының негізі. Өмір су сияқты, тоқтап қалсаң, лайланып кетесің. Уақыттың қадірін білмесең, өмірдің қадірін түсінбейсің.
Өмірдің мәні мақсатта емес, сол мақсатқа жету жолында. Өмір саған берілген сый, ал оны қалай өткізетінің сенің қолыңда. Өмірде ұтылыс болмайды, тек сабақ қана болады. Өмірді түсінгің келсе, жүрегіңмен тыңда, ақылыңмен сарала. Өмір көктемгі гүл сияқты, оның әсемдігін байқау үшін қиындықтарға төтеп беру керек. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.